Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мен бүгінгі шеберлік сабағымды ұлы Жеңістің 75 жылдық мерейтойына арналған келіпті. Өздеріңіз білетіндей, ұлы Жеңіс бізге батыр ағаларымыз бен қайсар апаларымыздың арқасында келді. Сондықтан да олардың ерлігіне тағзым ету біздің міндетіміз деп білемін. Сонымен шеберлік сабағы Жеңіс күніне арналған ашық хаттар жасауымен өтетін болады. Ендеше бәріміз бірге үйреніп, жасап көрейік. Ол үшін маған желім, қайшы, қарындаш, сызғыш, түрлі түсті қағаздар, картон қағаздар керек болады. Ендеше іске кірісейік. Оқушылар, бізге 5 жұлдыздың мына түрін жасау үшін бізге А4 форматтағы қағаз керек. Оны тік төртбұрышты шығу үшін алдын ала бүктеп, өзімізге қажетті өлшемдегі қағазды таңдап аламыз. Артық қағазды қиып тастауымыз керек. Міне тік төртбұрышты пішін шықты. Енді оны екі қабаттап бетпе-бет бүктейміз. Бір рет және екі рет. Төртбұрышты бүктелген қағаз шықты. Енді мына жоғары жақ ұшын үш бұрышта бүктейміз. Тек ортасын ғана бастырсаңыз болады. Ашамыз. Енді төменгі ұшын жоғары қарай бағыттап, тағы да бүктеп аламыз. Бұл біз нақты ортасын белгілеп алу үшін қажет. Оны қарындашпен нүктелеп аламыз да. Енді қараңыздар оқушылар, мына ұшын нүктеге қарай бағыттап бүктейміз. Міне ұшы нүктеде тұр. Қиғаш бүктелді. Енді сол ұшын кері қарай тағы үш бұрыштап, мына бұрышын бұрыштап бүктейміз. Мына ұшын алатын болсақ, ұзынша үш бұрышты шықты. Енді қараңыз, мына бұрышын ішке қарай бүктеп, бұрышына қарай бүктеп аламыз. Енді осының сыртына қарай қайырып, тағы бір бүктейміз. Қымбатты оқушылар, бүктеген кезде пішінді нақты ұшына келтіріп өлшеп бүктегендеріңіз дұрыс болады. Сондағы біздің үшбұрышымыз шығатын болады. Енді қараңыздар, мына ұшын ең кішкентай бұрышы соны кері қарай мына ұшына бұрыштап бүктейміз. Осы бүктелген жерінен түзулеп қайшымен қиямыз. Артық қағазды алып тастайық. Енді қарайық. Бізге қажетті 3D форматтағы 3 бұрыш, 5 бұрышымыз, 5 жұлдызымыз шықты. Енді оның бұрыштарын дұрыстап көтеріліп тұру үшін бұрыштарын шығарып алайық. Міне осылай тегістеп сыртына қарай бүктеп алсаңыз болады. 5 жұлдыздың міне бір түрі шықты. Алдын ала дайындап алған 5 жұлдызды әртүрлі түсті қағаздан дайындап алған пішіндерден пайдалана отырып, ашық хаттарды жасауға кірісейік. Ол үшін мына екі жұлдызшаны беттестіріп, мына жоғарғы ұшынан екі жасыл төрт бұрышты қағазды екі жағынан жабыстыратын боламыз. Міне ұшынан жоғарғы жағынан. Міне үстінен бір қағаз және астынан бір қағаз жабыстырып аламыз.
желімен. Міне оқушылар осылай бұрыштап, әдемілеп жабыстырып аламыз. Құрметті оқушылар, өздеріңіз байқағандай, ашық хатымыз дайын болды. Енді оны үйде өздеріңіз жасап, соғысқа қатысқан ардагер аталарыңыз болса, не болмаса, тылда еңбек еткен әжелеріңіз болса, осы ашық хаттың артына жылы лебізіңізді жазып, қолдан жасаған сыйлығыңызды сыйласаңыз болады. Ол өте бағалы сыйлық деп білемін. Және осындай ашық хаттарды дайындау төмендегі берілген Instagram парақшасында көптеп көрсетілген. Соны да қарап шығыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.